Армысыз көрермен, сіздермен бірге өмір ағымы ақпаратты сазды бағдарламасы эфир тізгінінде мен Айша Сейітқан сіздермен бірге қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Жалпы мен бүгін студияда жалғыз емеспін, төрге жайғасқан бүгінгі меймандарымыз да бар. Жалпы бұл кісілер таныстыруды қажет етпейтін, дегенмен де сонда да көрермендерге айта өтейін. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген осы бір мәдениет қызметкері, әнші, сазгер, Жангелдин ауданы, Меңдіқара ауданының құрметті азаматы Бақытжан Сәуекенов аға студиямызда. Және де ағамыз бүгін өзінің туған немересімен Айшолпан Жанболатқызы, студиямызда көргенімізге қуаныштымыз сіздерді. Рахмет. Қалай жеттіңіздер? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, тамаша. Енді аптаның алғашқы күні ғой. Сондықтан құрметтеп шақырғаннан кейін енді біз қуанып келіп отырмыз осында. Жақында ғана сол менің шығармашылық кешім өтті Жастар сарайында. Сондай өте тамаша, көңіліміз көтеріңкі болды. Көрермендер өте көп келді, тіпті орын болмады деуге болады. Алыстан енді жақсы әншілер өзіміздің ерлікті әншілер қатысты. Меңдіқара ауданының өнерпаздары қатысты және Астана қаласынан белгілі Қазақстанның белгілі тамаша өнерпазы, мәдениет өнер қайраткері Досымжан Таңатар азамат менің 70 жылдығында да қатысқан. Даланың аруы деген әнмен осында бізде тамаша көрермендерді қуантып жақсы ән кеші болды деп ойлаймын. Көңіліңізден шықты ғой? Өте тамаша болды. Жалпы осындай бір аудиторияны, осындай бір әншілерді құттықтауын күттіңіз бе? Енді бұл шындығында өзі болайын деп жатқан ән кеші қалай болады деп ойлайтынмын. Әрине облыстық мәдениет басқармасы оны Демир Элтайұлы осы өз жоспарға кірістірген. Содан кейін осы бізге кіріскендер енді бір жылға жуық уақыт болды. Бағдарламамен таныстым, сосын Сұлтан әншіге келетін болды. Негізінде облыстық мәдениет басқармасына және облыстық әкімнің Ақсақалов Құмар Рекебайұлына және Меңдіқара ауданының әкімі Мәжитұлы Ғабит азаматымызға шын жүректен алғысымды айтамын, Бекбаев азаматқа. Сол азаматтар өздері бүкіл мәдениет бөлімінің басқармасы Тәженова Жанат Мұхиденқызы және Байдос Серікбаев деген азаматтар, өнерсүйер қауымдар, бүкіл енді Меңдіқараның жарты халқы келді десем болады. Өйткені сол менің намысымды қорғап, әнімді тыңдаймыз деп, сол бүкіл азаматтар осы келіп жиналып, өте тамаша ойын кеші болды. Өзім сондай қуандым, көңіл күйім сондай тамаша. Ойыңыздан шықты ғой жалпы, осы бір мерекеде? Жақсы болды. Енді Мұрат Нағашыбай деген азамат осы мәдениет саласында көп еңбек келе жатыр. Бізде де мәдениет үйінің директоры болған сол азаматтың енді еңбегін ерекше айтып өткім келеді. Сондықтан мұндай жерде шындығында ол енді жай болатын бағдарлама емес, солардың көкейтесті мәселесін енді мен көбінде ел туралы, жер туралы жазғам. Мысалға, туған жер Торғайым, арқалығым менің, киелі топырақ, Ахан Жахан, Ахмет Байтұрсынов Міржақып Дулатовтар жөнінде, Қостанайым, Сарыкөлім. Сарыкөлге бармасам да, бірақ сондай Еркебұлан Кәрімов деген ініміз бар, ақын. Сол азаматпен екеуміз шығармашылық бірлестіктеміз. Қандай жақсы әндер болса, соны шығаруға. Не жас кездегі дейміз, қазір ойласамыз, 3 күн, 4 күн айтып бір жетіге дейін болады. Кейде ән шығамай қалған жердер болады. Бірақ соңында тамаша әдемі болып кеткеннен кейін өзіміз нәрестені өмірге алып келген сияқты қуанышымда шек жоқ. Енді сіздің ойыңыздан осы бір көңіліңізден шықса болды ғой? Және жолдасым өзім бірге қазір тұрғанымызға 50 жыл болды. Ол қияға, қызды қияға қондық. Осыдан Айшолпан менің немерем. Осындай жолдасыммен мен өзім Меңдіқараға көшіп келгенде сондай Ақсақалов Құмар Рекебайұлы сол Меңдіқара ауданының әкімі болатын. Сол кісінің бір ауыз сөзімен осында келдім. Одан өкінбеймін, 24 жыл қазір жұмыс істеп жатырмын. Сонда келгеннен кейін өнерге қолымнан келгенше атсалыстым. Домбыра сазы деген ансамбль құрып, оған халық атағын алып беруге де
үлес қостым деп ойлаймын. Қазір әжелер ансамблімен жұмыс істеп жатырмын. Торғайда жүргенде 20 жылға уақыт ғасырлар пернесеген ансамбльді өзім жетекшілік еттім. Онымен Сирия, Иордания, Мозамбик және Мәскеу, Украина елдерінде қазақтың ән мен жырларын, күйлерін насихаттауға барып, тамаша концерттік бағдарламамен барып келгенбіз. Сондай тамаша өзім көңілім көтеріңкі. Қазіргі таңда әрине өзім ойлаған мақсатым, мысалы біз енді өнер адамы болғаннан кейін сол жерде бір әншілер болса, сол күйшілер болса, қазақтың ән жырын дәріптейтін азаматтар болса, солардың басын топтастырып, қолымыздан келгенше еңбек етуге тырыстық. Енді үмітім ақталды деп ойлаймын енді. Апа, енді ол өте жоғары деңгейде өткені көрініп тұр, естіп жатырмыз, байқап жатырмыз. Дегенмен де енді бүгін 75 жас мерейтойыңыз жайлы айтып отырсыз, иә, көңіліңізден шықты дейсіз. Дегенмен де осыған бір алғашқы қадамыңыз есіңізде ме? Енді мен негізі Жангелдин ауданы Торғай қаласында тудым. 51-ші жылы 13-ші маусымда мектеп жасынан бастап мен өзім әкемді Ұлы Отан соғысының қатысқан ардагер болған, ол кісі қазір өмірде жоқ. Анам да өлең айтқан кісі, әкем сол Маделинде ойнады. Өйткені атам мен әкемнің қолында болды, ол кісілер де әнмен, жырмен солай мені тәрбиелеп өсірді. Әсіресе Болат Хамзин деген композитор ағамыз республика еңбек мәдениет қызметкері Торғайда Бақытжан Байқадыровтан кейін консерваторияны бітіріп келген біздің үлкен жақсы ұстаздарымыз Болат Хамзин және Тыныштық Әлденов деген кісілерден мен өнердегі солардың жолдарын көріп, солар сырнай тартты, солар домбыра тартты, қобызға машықтандым. Сонымен сол кісінің қасында жүріп, біраз өнерге деген баспалдақтың биіктен шықтым деп айтамын мысалға. Содан 9-шы сыныпта жүрген кезде Надим Сапарғалиев деген ағамыз мәдениет бөлімінің бастығы болатын. Мені сол мәдениет үйі, ол кезде біз сырнайды оқымаған, жай сауаттылық ондай емес енді. 9-шы сыныптан бастап аудандық мәдениет бөліміне жұмысқа тұрдым. Сонымен сол ансамбльге қатыстым, өлең айттым, сосын қобыз тарттым. Сонымен енді Ақтөбедегі мәдениет ағарту училищесін бітіргеннен кейін сол ғасырлар пернесінде сонда жетекші болып жұмыс істедім. Содан кейін Қима ауданында Сейітжанов Амаржол деген әкім ағамыз шақырып Қима ауданында 2 жыл жұмыс істеді. Ол жақта да ансамбль ұйымдастырдым. Одан кейін Тоқтарбай Қадамбаевтың Қостанай облысының әкім бар кезінде бір өнермен сапармен сол кісі мені көріп қалды. Ол кісі мені осы Қостанайға шақырды. Онда осы бір қызым осында оқуға түсіп университетте бітірген музыка факультетін. Сонымен осында да келдім. Майлин ауданында, Новолиндовка деген ауылда сол Қадамбаев Серікбай деген ағамыздың қарамағында жұмыс істеп, одан кейін сосын Меңдіқара ауданына бір себеппен барып жолдасым барып қалдық. Сосын жаңағы үлкен кісілердің көзіне түстік қой, бұл кісілер сосын бізге үміт артып осындай шақырып қазақтың өнерін, әнін, сөзін дәріптейтін бізге азаматтар керек. Егер де осындай кетсеңіз біз көмектесер едік деп. Балам да өнер адамы, келіндерім, жолдасым бәріне де осындай бізге үй жай тауып беріп, жұмыс тауып беріп, адамдар сондай жайсаң, ақ жарқын, өнерді жақсы көреді, табиғаты қандай және қазір 24 жыл болды. Осы жерде туғандаймыз қазір. Сол әндер шырқалды, Меңдіқара туралы, Кәмшат апа туралы, және еңбек ері Сайран Бұханов жөнінде сол әндер шығып жатыр. Сол әндерді қазір насихаттап жүрміз. Кейінгі біздің өсіп келе жатқан қазіргі мәдениет үйінде жұмыс істеп жатқан өнер балалар сол біздің әндерімізді қазіргі таңда концерттерде айтып, елге, халыққа танытып жатыр. Соған біз ризамыз. Мен өзім сондай ризамын. Сосын осы мына 24-ші маусымда концертің болардың алдында біз облыстық әкімнің орынбасары Бақытжан бізді қабылдады. Бірге сый-сияпат жасады, шапан киді. Сол кешке концертіміз болып, концертке көп адам келгеніне және ризамын. Басшылар әр жерден, ауылдардан, тіпті Алматыдан бір кісі келді. Менің атымды ғана біледі екен. Ұшып келген самолеттен осы концертке келіп, сол күні кешке қайтты Алматыға оралды. Сондай тамаша үлкен концерт бір Досымжан Таңатаров шақырып, осында өнер тарландары Қанат Рәжанов және Асхат Дидар деген біздің өзіміз әншілер, сондай біздің ауылдан Болатовтар отбасы келді. Және Байдос Серікбайұлы әннің жырдың кәдімгі келінді жүрген азаматтар барлығы да. Сондықтан да бір кеш тамаша өтеді.
әдемі бір деп ойлаймын. Тағы да сол үлкен адамдардың ішінде жаңағы біздің Меңдіқара ауданының әкімі Бекбаев Ғабит Мәжитұлы бүкіл азаматтарды жинап сол концертке алып келіп, және осы менің сол күнгі болатын кешіме демеуші болды аудан әкімі. Сол барлық азаматтарын осында алып келіп, ән мен жырды сондай тамаша дәріптеп, өзім сондай риза болдым. Өзім туған жерім Жаңгелдин ауданының азаматтары келді. Жана Шалабаева мәдениет бөлімінің басқармасы, және сол Тойғанбол Нұрханов деген Қалағахан Нұрхан Ахметбековтің немересі, ардагерлер қоғамының төрағасы. Қонысбай Райжанов деген азаматтар, қонақтар келді, біраз адамдар келді. Өзім соған риза болдым, тамаша. Адамдар көп лық толды, тіпті ең соңында біткенге дейін адамдар кеткен жоқ, шыққан жоқ. Есік алдында тұрды, орын болған адамдар есік алдында тұрып, өлеңді тағы да өлең сұрағысы, оған енді уақыт шектелді ғой енді. Одан кейін 2 сағаттан артық концерт болды, бірақ тез өтіп кеткен сияқты. Меніңше сол адамдарға да өзін жастар келді, студенттер келді, үлкен ата әжелер келді, ардагерлер, әжелер, өзінің ауданнан әжелер ансамблі келді. Осы жердегі кәдімгі Қостанайдың әжелер, аналардың топтаған ансамбльдер, көптеген аналар келді. Өзім сондай тамаша үлкен ризашылықпен тыңдап отырдым. Көңілім сондай көтеріңкі болды. Әрине өнер адамына енді бір күн дәріптеп, бір күн оның әнін шырқаса, біз деген оған үлкен кәдімгі биікке шыққандай боламыз. Сондықтан да мінекей әнмен, жырмен өскен, өрбіген біздің еліміз, халқымыз, қазағымыздың әдет ғұрпы, әні, жыры таусылмасын дегім келеді. Біздің осы Бақытжан Байғадам, Нұрхан Ахметбеков секілді, Қалибек Дерсалдин, осында тамаша менің алдымда болды. Ақылбек Шаяхметтің кеші болды. Одан кейін мінекей ертең болайын деп жатыр Сирек Тұрғынбековтың кештері. Осындай тамаша, осы Қазыналы Қостанайда, Астықты Қостанайда, әнді, дәнді Қостанайда қаласында осындай тамаша үлкен дүбірлі өнер мерекелер болып жатқанына мен солай қуаныштымын. Және сіздердің осындай мені шақырып, аға осындай мінекей бізге осындай бір хабарға келіңіз деген қуандым. Өзіңе айналайын, рахмат, бақытты бол, осындай хабарларын көріп отырамыз. Сондықтан осы хабардың ішінде маған да солай үлкен құрмет жасап шақырып жатқандарыңызға сізге де Алланың нұры жаусын. Ал жалпы аға, өзіңіздің осындай бір ең үлкен марапат халықтың ықыласы депсіз, иә? Әрине. Ол енді халықтың ықыласынан артық мен өзімше өнер адамына ештеңе керек емес. Мен білмеймін, біреу кім ойлайды, кім қалады. Мен өз басымда мысалға ең бірінші осы менің концертім болады дегеннен бастап, өзім кішкене апаммен екеуміз үйде ойлана бастадық. Қалай болады екен, кімдер келеді екен, халық тола ма екен, көрермендер бола ма екен деп. Сондықтан да мен үшін осы халықтың ілтипаты, халық кеше келген адамдар, өнер деп келген адамдар, ән тыңдап келген адамдар, әжелеріміз, аталарымыз, әжелеріміз, содан артық мен үшін құрмет жоқ. Сондықтан да ол халық солай құрметтеп ән жырға келіп жататын болатын болса, ол енді біздің қазағымыздың, ұлтымыздың үлкен өнерге шыққан биік өнеріміз ғой енді. Сондықтан осыдан артық мен өнер адамына мәртебе болады деп ойламаймын. Осындай өзінің әрбір кешінде осындай кәдімгі өнерсүйер қауым жиналып, соның әнін тыңдап, шерткен күйін тыңдап отырса, мінекей біздің бар өмірден алған үлкен мәртебеміз де, үлкен бағамыз да осы деп ойлаймын. Рахмат, халқыма рахмат, еліме рахмат, басшыларға рахмат, мәдениет басқармасына, облыс басқарып жатқан, аудан басқарып жатқан азаматтардың бәріне жүрек тілегімді айтқым келеді. Аға айтып жатырсыз ғой, жаңағы ғасаталар пернесінде ансамблінде жетекшілік еттім. Бұдан кейін сіз ол жерде 20 жылдан астам уақыт еткен. Ал осы және де әжелер ансамблі, әжелер қазір барлығынан бірге қалай осы бір басқарып отыру қиынға соқпай ма? Енді алғаш кезде мен Торғайда жаңағы 20-ға жуық 25 адамдай болды. Бізде оған енді Болат Хамзин деген ағамыз және жаңағы Абай Әмірханов қазір өмір жоқ, үлкен музыка шебері еді. Бірауына түсіп жатқан шығар, сол азаматтар көмектесіп, ол жерде енді Болат Сарбаев, өнер танушы доктор біздің ағамыз келіп, 74-ші жылда келіп, ол кісі бүкіл қазақтың аспаптарын алып келді. Біз көрмеген аспаптар, қалғоғыз, шаңғоғыз, шертер, жетіген, сол сияқты ансамбль алып беріп, сонымен жұмыс істеу әрине оңайға түскен жоқ. Және сол музыканы білетін,
домбыраны шерте алатын, сырнай білетін, қобыз тататын азаматтар жаңағы Болат Хамзин сияқты, Теңістік Әлденов сияқты, Абай Әмірханов секілді, және Қазыбек Әбенов секілді, Қалибек Дерсадин сияқты сондай азаматтардың арқасында әрине бір адамға оңай болмайды, жақсы ағалармен бірге осы үлкен жүкті көтеру жеңіл болды маған. Содан кейін бір арнаға түсіп алғаннан кейін шетел композиторларының, Қазақстан композиторларының, халық композиторларының әндерін, шығармаларын сол ансамбльде орындап, сол Алматыға дейін бардық, телевидениеге түстік, жеке Талғар ауданында, Талдықорғанда, Ақтөбе облыстарында жеке концертпен жүрдік. Содан кейін осында келгеннен кейін сол бойымдағы нені шығарғым келді. Сол не істейміз деген сол кезде аудан әкімі кім? Қайрат Ахметов деген азамат, және Бадыл Шамханұлы Жақыпов, және аудан басқарған азаматтардың барлығы да қолдарынан келгенше көмек жасап, әйтеуір мен киім алуға, аспаптар алуға Алматыға қаржы тауып беріп, соған барып, сол барлығын әділдеп, сол 30 шақты адаммен әрине ол жетекші болу деген оңай нәрсе емес. Содан кейін қазір зейнеткерлікке шыққаннан кейін ол жастарға тапсырдым. Содан кейін аудан әкімі жоқ ағай сіз шықпаңыз, бізге әлде де мына өнер адамдары бар деп, әжелер ансамблін құрып, Наурызға бірінші концертімізді бердік. Сол әжелер ансамблімен қазір сол 2006-да құрылды, биыл 20 жыл болып амандық болатын болса, осы күзде бір соң 20 жылын жасаймыз деп отырмыз, бағдарламасын дайындап жатырмыз. Сондықтан да өнер адамдарымен, өнер ұжымдарымен жұмыс істеген өте адамға ауырлау болады, бірақ өте тамаша, өзіме сол рахат сыйлайды. Мен өз басым солай жақсы көремін. Сондықтан да мінекей сондай тамаша әдемі өнер ұжымдарын шығарғанда сол аудан әкімі де, аудан басшылары да, мәдениет басшылары да бірге атсалысып көмектесіп жатса, ол тіпті тамаша адамға жанға рахат сыйлайды деп ойлаймын. Жалпы енді зейнетке шықсаңыз да өзіңіздің шығармашылық жолыңызды тоқтатпай келесіз, иә? Мен сол енді сонда қызмет істеп жатырмын, және сосын балаларға өзім білгенімді айтамын мысалға. Қазір балалар мысалы қазір көбінде бұрынғыдай емес, анау бұрын біз анау домбыра тартып, сырнай тартып, қазір енді анау фонограмма деген бар ғой, енді кішкене оған сүйеніп кеткенде кішкене басқаша болады. Сол жерінде мен ансамбльге қалай не ету керек олар сұрап отырады. Мен өзім ақылымды айтып отырамын, бірақ бұрынғыдай кірісіп, олай жасамай тек қана сұрағанда ақылымды айтамын. Оны қазір енді бізде сол ансамбль тұрғыда жұмыс істеп жатыр. Меңдіқара ауданында өнер өте жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Аудан басшысы да, өнердің, мәдениеттің басшылары да осы тұрғыда үлкен жауапкершілікпен жұмыс істейді. Сондықтан да өнер адамдары қашанда біріне-бірі туыс, бауыр, ұлтқа дінге қарамайды деп ойлаймын. Сондықтан да ән айтылып жатса, шырқалып жатса, ол әрине ол елде барлық жағдай жақсы болады деген ойдамын енді. Сондықтан да басшыларға да рахмет, түсінетінмін. Ал енді аға, өзіміздің келесі сұрағымызды Айшолпанға қойсақ, иә, сіздің немереңіз. Жалпы осы бір домбырамен айналысып жүргеніне қанша уақыт болды? Сәлеметсіз бе тағы да. Шақырғандарыңызға рахмет. Я домбыраны бала күннен бастап біздің үйде күнде қонақ келсе, атаның ең аз дегенде 1-2 әні орындады, ол анық. Содан кішкентай кезден бергі көрген тәрбие бар. Негізі Меңдіқара ауданындағы саз мектебінде 5 жыл оқыдым. Сосын соның атаның ізін қуамын деп, осы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы педагогикалық университетте оқып жатырмын. Барлығын қосқанда биыл 8-ші жыл. Жалпы енді осы бір өнерлі отбасында дүниеге келген, осы бір енді ағамыздай кәдімгідей атаңыз болған кезінде бір мақтаныш сезімі болатын шығар, иә? Енді бұл міндетті түрде болатын дүние ғой. Иә, әрине бұл мақтаныш сезімі болады, бар, болғанда. Өзімді осы әулетте, осы Мақтан Сәугеевтің немересі болғаныма өте қуаныштымын. Әрине бұл мен өте мақтаныш. Әр кезде де менің атам осындай, мен осындай әулеттенмін деп айтып жүремін. Және бұл мені алға қарай ұмтылуға жетектейді. Мені осы әулеттен шықтым ғой деп
әрине бұл өзіншелік емес, тәкаппарлық емес, бірақ мақтаныш сезімі әрқашанда бар. Солай мен алдыға қарай ұмтыла беремін. Болашақта енді атаңыздың жолын қуып келе жатырсыз ғой. Енді алдағы уақытта да талай сіз өзіңіздің енді осындай бір өнеріңізден мүмкін көріп қалармыз, иә? Өнер жолыңызды. Жалпы енді ата, сізге сұрақ қояйыншы. Осы бір әндер жазасыз, әндер сөздер барлығы өзіңізден, иә? Қалай осы бір шабытты аласыз? Қайдан аласыз шабытты? Енді мен ойлаймын, мысалға, бұл да бір Алланың берген бір үлкен бақыты. Өнер адамдар. Мен бала кезімде ойлайтын, осы Бақытжан Байқадан біздің Торғайдан перзенті ғой. Мен сол туғанда сол Бақытжан Байқадан үйінде туыппын. Сол мен Серікбай Ұстамовтың өлеңінде де бар, сол Бақытжан, сен бұлай өнер адам болмауға сен құқың жоқ, өйткені сен қазақтың мақтанышы Бақытжан Байқадановтың тұрған үйінде сен өмірге келген екенсің. Содан кейін саған бірдеңе дарыған. Содан енді менің өзім әкем Дәурен Сәуіркенұлы Алматыда партия мектебінде оқыды. Мамам екеуі сонда студент кездері ғой енді тұрып жатты. Содан енді мен өмірге келген жоқпын әлі. Содан бір кезде Бақытжан Байқаданов ол кісі папамнан 7 жастай үлкендігі бар. Бірақ елдің азаматы ретінде бірге араласып тұрады екен. Ғапу Қайырбеков, Сырбай Мәулен, Қайындеке Жармағанбетов барлығы да. Қасым Тоғызақов, мынау Ғаппас Жұмабаев, қазіргі таңда мысалы Меңдіқараның түлектері ғой енді. Сосын мамам өмірге мен алып келгеннен кейін жаңағы ортасында ол кезде енді құтты болсын айтады ғой енді, сонда отырып. Соны айтыпты, Бақытжан Байқаданов ағамыз айтып, менің әкем айтып, өмірге бір перзент келді аға. Соны сізге қуанышпен айтайын деп едім, біз отырыста айттым. Онда оның атын сендер Бақытжан қойыңдар. Мен де осы адам емессің ғой, маған тарсың деп. Мен ойлаймын, біз ырымшыл халықпыз ғой енді. Сол үйде туса, сол кісінің атын қойса, мысалға қазір Бауыржан атамыздың атында көптеген азаматтар сол аталып жүр. Бізде де Қарамақин Бауыржан деген азамат бар. Сол мешіт салып, өз қолынан келген істерге Батыр Бауыржан дейді оны. Ал енді мен Бақытжан болатын болса, мен айтам, Бақытжан Байқадановтың үйінде тудым. Менің атым Бақытжан, мен қалайша өлеңге, өнерге жақын болмайын деп. Сондай бір әдемі үрдістер адамның көкейіне келгеннен кейін өзіңді аман жоқ ана өнердің биігіне көтеретін сияқты бір күш бар деп ойлаймын. Сондықтан да мен ән шығару әрине оңай емес. Ол да бір сәби алып келген сияқты өмірге. Сол енді қазіргі таңда енді Нұрғиса ағамыз айтатындар, алдында дәріс алдық қой. Қалибек Ерсалдың бәрін баталып, сонда айтатындар. Менің 200-дей әнім бар. Сол 200-дей әнінің кем дегенде бір 10-15-і халықтың аузында болса, мен бақыттымын. Ал сендер мысалы сол ән шығар, солардың бәрі айтылмады деп ренжімеңдер өйткені, екеуі халықтың аузында жүретін болатын болса, ол деген сендердің кәдімгі бақытты перзент болғандарың деп. Сонда енді қазіргі таңда туған жер Торғайым, Қазақ қызы, Анажан, Киелі топырақ деген әндерімді қазір бүкіл халық айтады, кеше концертте де айтты. Соның үшін өзім бір ең ғаламат нәрсе, өзің шығармаңды тыңдап отқан кезде басқа ойға алып, бір толастаған бір қуанышқа бөленеді екенсің. Мен өзім айтқанын білмеймін, өз әндерімді өзім байқамай қалам ғой. Біреу айтып тұрған кезде сондай тамаша үлкен қуанышқа бөленіп, кешегі концертте тамаша өзім сондай тамаша үлкен белестерге көтерген сияқты болдым. Сол енді өзіміздің ауылдан барған азаматтар да, олар да барлығы да сол жерде өлең білгендері де, білмегендері де қосылып отырды. Сондықтан да өнер деген ол үлкен белес. Осында келгенде келгелі Меңдіқара туралы өлеңді мен Меңдіқара көшіп келмей тұрып ауылда жаттым. Маған сөзін берген, онда Мырзалы Оңғайбаев деген ағамыз редактор бізге сөз жатыр. Осындай Меңдіқара ауданының 70 жылдығына байланысты. Оғандай қазір мәуесін оқып қалды. Мен сонда Мадина ауданында жұмыс істеп жүрген кезде сонда жаздым, Меңдіқара туған өлкем дегенді. Енді сол Меңдіқара көшіп келгеннен кейін Сайран Мұханов туралы, Кәмшат Дөненбаева туралы, Манаш, қазақтың алғашқы дәрігері Мұхамбетжан Қарабаев туралы өлеңдер өмірге келді. Мен сол кісілерді жатқан жер жәннат болсын, бізге сондай мінекей өнерімізді арнап атқанымызға, халық соны айтып ататын болса, халық соны тебіреніп жақсы көріп ататын болатын болса, ол өнердің бізге шыққаны деп ойлаймын. Әрине жақында да бір ән жаздым,
оны Қасым Тоғызақовты білмейтін қазақ жоқ қой енді. Аудармашы, публицист, сондай сол кісі кезінде өзінің өмірінде тағдыры да қиындау болды. Сол кісінің бір туыстары өтіп, былтыр маған бір сөзін берген, арқа мені тартады деген. Соған бір ән жаздым. Сол туыстары жақында келіп, Қасым Тоғызақов туралы конференция өткізді. Облыстық мәдениет басқармасы, жазушылар одағы келіп, сол кісі айтатын естеліктерін айтып, сол кісінің сөзіне жазған бір ән жазғанда, арқа мені тартады деген. Ондай халыққа айтып бердім. Қазір жақсы айтып жүр, барлығы да мінекей сондай әнімді біреу егер де жақсы көтермелеп айтып жатса, ол әнші үшін, ақын үшін де, сазгер үшін де ол үлкен мәртебе ғой. Өздеріңізге талай тамаша әдемі өмірге хабар жасап жатсыздар, өнер адамы туралы, еңбек адамы туралы. Соларды өзін қарап жатқан кейбір таңғаламын, мысалға мен айтамын, не деген сөздер адам үшін қазақ сияқты ұлттар мекен өмірде, сол сияқты шешен, сол сияқты өнерпаз, ғалым, өзін қарап отырып, өзің сол қазақ болып туғаныма мақтанамын. Және туған жер турған деген енді сондай ата-бабаларымыздың Әліби, Жангелдин, Амангелді, Иман сияқты бабалардың туған жері, Ғафу Қайырбеков, Қайнеке Жармағанбетов, Нұрхан Ахметбеков ақындар сол жерде туғаныма мен де мақтанамын. Қазір менің арада қызмет істеп жатқанда мен де мақтанып отырамын. Енді әнін жазып шығарып жатырмыз. Бәрі өнерді көтереді, өнерді жақсы көреді. Сондықтан да сондай өнерді көтеретін, насихаттайтын өздеріңізге шексіз алғысымыз. Сондықтан да жалпы енді осы бір еңбектің жемісін көрген, енді ол нағыз бақытты адам шығар, иә? Енді айтып жатырмыз ғой, әндерді орындау деп, иә? Осы орайда сіздерге қолқа салсам, бір кереметтей орындауды бүгінгі эфирімізде біздің көрермендерге арнасаңыздар. Жарайды, онда. Енді Меңдіқарада тұрып жатырмын, барғалы оншақты ән жаздым. Сонда Меңдіқараның өлкесі сондай үлкен даналарға толы, ғалымдарға, алғашқы қазақтың дәрігерлері шыққан өлке. Сондықтан да сол айтқан әнімді туған жердің менің бүгін достарым күтіп отыр, мен осында баратырмын дегенді. Әй, сен Меңдіқараны айт. Өзім де соған дайындалдым дедім түнде. Сол енді Меңдіқара туған өлкем деген әнді айтып берейін. Меңдіқара халқына жалынды сәлем деймін. Жалпы Қостанай өлкесі, Тобыл өлкесі, мынау әннің жырдың мекені ғой енді. Сондықтан да осындай тамаша әндер шығаруға бізге себептер болған, біздің ата-бабаларымыздан қалған өнерімізді осындай жаңғыртып жүрген, бізге Алла осындай өнер берді. Соған тәуба дейміз, шүкір дейміз. Осындай өзің сияқты тамаша қарындастарымыз, қыздарымыз дәріптейтін біздің қыздарымыз көп болсын, ұландарымыз көп болсын дегіміз келеді. Сол әнді айтып берейін.
Жан бет жан, тәмшек сайран, өзге шырқағымнан жібергенге, меңді қара қол берекен, ерсізсің берекен, ұлы бақыт қызы көрсе, бола берсін әнмекен, шыққан ғалым әкімдана, әсілмекен, меңді қара. Тамаша орындау. Рахмет аға, сізге осындай керемет орындауды біздің осы бір енді бұл баянды көтеріп жүру де оңай емес қой. Соны енді сонау жолдан алып келгеніңізге, осы бір студиямызға біздің көрермендерге орындаймын дегеніңізге алғысымыз шексіз. Рахмет. Енді дұрыс қой, енді айтып отырсың, қиын емес қайта. Мен кеше түнде айта алмадым өзіңе. Баяндатып барсам ба екен. Сосын енді апаң айтады, сен баяндап бармасаң не нәрсеге барасың ғой. Алып бар баяныңды. Өлең айт деген, барған Айшолпанмен екеуін күй тартасың ғой деп. Сосын енді мен бұған қуанышым қайта осы күнге дейін менің ана ағаларым айтады, сен әлі көтерілсің ғой баянды деп. Сол көтеруге мен бақыттымын дедім. Сол баян көтеруге әлім жетсе, сол өлең айтуға күшім жетсе, мінекей мен сонда өнер адамымын, үлкен жүрегімде қуаныш кернейді ғой. Солай тамаша болып тұрамын. Сондықтан да баянмен келгеніме шақырғаныма тағы да рахматымды айта алмаймын деген ғұмырлы бақытты болыңдар. Біздің қостанайымыз, әніміз, жырымыз шырқалай берсін деген білемін. Ал енді Айшолпанмен бірге бір кереметтей орындау болса, қандай орындау болады бүгін бізде тағы да бір студиямыздан? Сүгір бабамыздың бізге арнап кеткен көп шығармасы бар ғой енді. Сүгір атамыздың аңғайтып деген кейін ансамбльде тартқанбыз енді. Соны бүгін Айшолпан екеуміз тартып берейік. Аңғайтыпты. болды. Бұл кәдімгідей шыны керек, мына бір аспаптардан сіздердің ойнаған ойындарыңыздан кереметтей әуеннен тіпті демалып қалуға болатын сияқты. Мына бір қарбалас уақытта осындай бір әуендер жетпейтін сияқты бізге. Әрине өнер деген киелі ғой еді. Бұнда келем деген өзіңіз барып хабарласқаннан бастап кішкене менде тыныштық болмады. Қайсы сөзің айтсам екен. Мына дәптерді алып келгенмін. Оның бәрін айтпаймын ғой енді. Сонда да енді
апаң айтып отыр, үшін біреуін ғана айтасың ғой, неге біреуін ғана алып бармайсың? Жоқ, мен бәрін алып барамын, қайсысын ұнайды, соны айтамыз ғой деп. Әрине туған өлкем торғай екені анық, бірақ өткенде маған біреу айтады, енді бір журналист сұрақ қойды, сізге қай жер ыстық деп. Сосын айтты, мен өнер адамын, әсіресе ақындарға, өнер адамдар, сазгерлерге туған жердің бәрі ыстық. Ал өз туған жерің, онда енді ата-бабаларыңның жүрген жерлері бұл бөлек, ал басқа жерлерде кім сенің өнеріңді дәріптеп, кім өнеріңді сенің сол қадірлеп жатса, қазіргі таңда мысалы мен өзім Меңдіқара өлкесінде құдамды алып жатырмыз, қызымды беріп құда болып жатырмыз. Торғайды әрине сағынам, бірақ Меңдіқара өлкесіндегі менің өнер жолдарым, менің кәдімгі шығарған шәкірттерім, бұл да қазіргі таңда Мирас Кеняров деген азаматтар жатыр, Алматыда үлкен әншілік консерваторияны бітірген азамат, сондай әр жерде жүрген балалар бар. Сондықтан да осы өлкеде жүргенде көп азаматтар өнерге шыққанда мен өзім ризамын. Сондықтан да мінекей осындай өлке, қазақтың бір тамаша, әрбір өлкесі қымбат, әрбір өлкесі үлкен қадірлі ғой. Сондықтан адам өзіне өнерін қай жерде мысалға дәріптеп қадірлеп жатса, адам өнер адамдар соған қашанда өзі лайық деп ойлаймын енді. Әр жер өзімізге туған жер. Сондықтан да бүгінгі шақырған үлкен рахмат айналайын. Әрине өнер адамдар отырады, қадірлеп жатса, оны әске шығаратын қарындастарымыз өзің сияқты осындай теледидардан шақырып жатса, біз қашанда әзірміз, сіздерге үлкен рахмат айтамыз, істеріңіз оңға баса берсін, қашанда жақсы адамдарды, еңбек адамдарын, өнер адамдарын жарыққа шығаруға еңбектерін жана берсін келеді. Қашанда жақсылықта кездесейік бәріміз. Рахмет көп аға осындай тілектеріңізге. Жалпы осы бір мерейтой өтті дегеннен кейін сізді енді байланысатын түрлі адамдарды да іздей бастадық. Содан кейін сіздер тапқанға қуанышты болдық. Өйткені әрине сіздердің енді қолдарыңыз көп босай бермейді. Әрқашанда осындай бір шығармашылықтың адамысыздар ғой енді. Кейде көбіне келуге мүмкіндік болмай жататын деген сияқты. Жалпы енді ата осы бір 75 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы осындай бір артыңыздан ерген ұрпақтарыңыз аман болсын. Сіздің осы бір еңбегіңізді, шығармашылығыңызды әрқашанда дәріптеп жүретін. Жалпы ата енді менде сұрақ болып тұр. Егер де өмір жолыңызды қайтадан бастайтын болсаңыз, осы бір музыкаға қайта келер ме едіңіз? Ондай ғаламат енді әрине ол арман ғой енді, бірақ енді сонда ойлар едім мен. Егер де қайтадан сол бала кезім болатын болса, мен тек қана сол әнмен жырмен ғана басқа ешқандай кәсіпке бармас едім. Бірақ енді қазіргі таңда менің өзім бар бақытым балалар, менің өзім қыздарым да, бір қызым неде Атырау қаласында Динамо фестивалындағы үлкен оркестрде флейтада қобызды ойнайды. Сосын Жанболат папасы Айсолпанның бұл да музыка сазгер, кеше маған шығарған ән берді, әке жолы деген. Бұдан кейін қыздарым Гүлмира, Сәуле, Елме, Айзадан Әскер барлығы да осында бәрі мұғалім көп. Мамасы мұғалім, ұстаз. Енді мен де ұстаз кеткен, бірақ менікі онда әнмен жүрді болды ғой. Ал енді сол ұстаздың отбасынан шыққан біздің балаларымыз да қазір Аллаға шүкір өз өнімдерін тапқан. Әрбір өздері бір үлкен семьяның қазір небере, шөбере көп. Енді қазақ айтады ғой, шөберені ұлдан ғана дейді. Қыздың да баласын шөбере деп біз санай бәрі де. Ол да қыз да ата-анадан дарыған. Сондықтан да мінекей қазір қызымнан үлкен Сәуледен шөбере көріп отырмыз. Немере көріп, қазір шөберенің кеше келіп, өзі концертіме келіп, қуанып, біз үлкен бір қуанышқа бөлетті. Сондықтан да енді қазір Серік деген немереміз. Осы үйленетін шығар жақында. Ол үйленгенде міндетті түрде әрине ол енді үлкен қуаныш. Әжесімен екеуміз біз тілеп отырамыз, Алладан тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ұрпақтарымыз аман болсын. Халқымыз Қазақстан тыныш болып, сыртқы жаулардан сақтасын. Қашанда осындай тамаша, жақсы үрдіс, думан, той көп болсын дегім келеді. Өздеріңе сондай тамаша әлі де осы мінекей сәулетті елімізді, сәулетті Қазақстанымызды дарытуға, дамытуға өздерінің үлестерін көп. Сондықтан өздерің сияқты қыздарымыз, ұлдарымыз аман болып, үлкен азамат болып өсуі нәсіп етсін деймін Алла. Ал енді ата айтып жатырсыз ғой, ұлдарым да қыздарым да өнерге жақын деп, жалпы ол кісілер балалық шақтарынан бастап осы бір өнерге қалай білдіңіздер жақындығын? Әлде өзіңіздер осы бір сіздерге қарап бой түзер ме?
сол мен өзім бірінші сол өнерде болғаннан кейін жаңағы үлкенім Жанболат баяндатады. Енді қазіргі таңда ол да үлкен өнер ұжымында істеді. Одан кейін Сәуле деген ол састырмайды. Біз ансамбль, жанұялық ансамбль болған бәрімізде қазір. Інілерім болды осында. Біз Торғайда жүргенде сол мынау облыстық байқауларға қатысып, бірінші жүлдені орынға алып жүрдік. Қазір балалардың бәрі көбісі жоқ. Неге әр жаққа кеткен, тұрмысқа шығып, әйтпесін үйленіп, біреу Алматы, біреу Атырау, біреу Астана. Қазір енді кеше жолда келді балалардың барлығы да, бірақ енді олар айтты, папа бір жолы біз өнерге араласпай қоямыз. Өйткені Қостанайдың дайындап жатқан өнерлері бұл Қазақстанда үлкен өнер шеберлері келіп жатқан, біз тек қана саған тілекшіміз деп олар өздері өнерден былай бәрінде қатысамыз деп айтқан жоқ, айтпайтын бұл бәрі де біз ойлағанбыз, егер ертерек болатын болса, жанұялық ансамбль 1-2 нөмір береміз ғой. Оған енді қазір уақыт шектелді ғой бәрінде. Халыққа кішкене халықты жалықтырмау керек. Бір ән болса да сол ән халықтың көкейінен шықса, соған риза болып жатса, біз сондай разымыз. Сондықтан да мінекей олардың бәрі де қазіргі таңда айтады, сол мен сырнайды тартқан, қобыз тартқан, қобызшыда сырнай бәрі де өздерінің ішінде. Әрқайсысы бір-бір отаудың анасы болған, біреу әкесі болған. Сондықтан да әр қайсысының тірліктері бөлек-бөлек. Тек қазір біз апамен екеуміз солардың тілегін тілеп отырамыз. Әндерін шырқап, осындай тамаша дүбірлі тойда кездесіп отқанына мен қуаныштымын. Осы күнге жеткізген Аллаға шүкір, отбасыларымызға, Алла тағала мынау еліміздің елбасымыз, президентіміз, облыс басшылары, мәдениет басшылары барлығы да қазіргі таңда қазақтың әнін жырын мадақтап, дәріптеп жатқанға, бізге сондай қамқор болып жатқанына сол азаматтарға жүрек жарды біз алғысымды айтамын. Рахмет деймін. Олен ата, осы бір бізді көріп отырған көрермендер болсын, сіздің артыңыздан еріп келе жатқан осындай бір шәкірттеріңіз болсын, өнерге енді аяқ бастаған, аяғы аттаған жандар болсын, қандай бір нақты, қандай да бір кеңестеріңізді беретін едіңіз? Әрине, енді қазір бізде енді Меңдіқара ауданында өзінің саз мектебі бар. Және мынау шығармашылық үйі бар. Барлығында да қазір былтырғы домбыра күнінде де бір 70-80 адам болды. Бұрын бір домбыра тартылмаған ғой енді, мысалы кезінде. Қазіргі таңда мінекей мынау өмірге келген жас сәбиге қазір әкесі отырады, домбырамен шетел өлең айтады. Соған бәрі дәріптенген, соны ойлаймын да мысалға. Өнер бар жерде ол ел сәулетті болады, ол ел дәулетті болады, ол ел тыныш болады деп ойлаймын. Ән, жыр ол адамның кәдімгі бойындағы бар қуаныш пен шаттығына кенелтетін. Сондықтан да мінекей бірінші сыныпқа барсын, әйтпесе саз мектебіне барсын, шығармашылық мектебіне барсын, бәрі де мінекей сол би, ән, жыр, сырнай, домбыра барлығы да мінекей сол ұрпақтарымызға дари берсін. Солар мінекей ұстаздарының айтқандарын тыңдап, ән жырларын көкейіне дарыта берсін, әніміз шырқала берсін. Әрине, өнерге ол бірыңғай өнердің жолына түсіп берді, ол қиын нәрсе. Бірақ басқа мамандықты алып жүріп, сол өнермен де бірге дамытатын біздің тамаша ұрпақтарымыз көп болсын дегім келеді. Тілін, дінін, әнін, жырын дәріптесе, сонда ғана біздің халқымыз өсек өрбейді. Бар емес пе, Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой, тілін ұмытпасын халқымыз, дінін ұмытпасын, сонда ғана біз қазақ боламыз деп. Сондықтан да биіктей берсін қазағым, өнері шыңға шыға берсін келеді. Жалпы өнерді әлі де әлемге таныта аламыз ғой, Әрине ол. Қазір енді біз байқап отырсақ, мысалға біздің Димаш деген азаматымыз қалай бүкіл қазақты, бүкіл жер бетіне жария етті ғой мысалы. Ол қазақ қандай қазақ? Оның әнінде, жырында дамытып, мінекей сондай азаматтарым көп болсын, сондай азаматтар көп қазір шетелде жүрген, әнімізді қобыз тартатын, домбыра тартатын, әйтпесе әнді шырқататын біздің кәдімгі ұрпақтарымыз көбейіп жатыр қазір. Соған біз қуанамыз, мақтанамыз. Сондықтан да қазақтың өнері, қазақтың әні жыры таусылмай биіктей береді деп ойлаймын. Дініміз, тіліміз шарықтай берсін жоғары қарай. Ата, осы келгендеріңізге, сұхбат бергендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Жалпы енді өздеріңізді көрермендерге, жақындарыңызға айтатын тілектеріңіз болса, үшінші камера сіздердікі. Құрметті әншілер қауым, менің достарым, ағаларым, жеңгелерім, әжелер, бүкіл баршаңа мінекей бүгінгі күні
сондай тамаша үлкен хабар болып жатыр. Жақында ғана менің өткен мерейтойыма байланысты сондай тамаша ойын сауық кеші болды. Сол кешті бізге жақсы екенін, өте тамаша болған кеш екенін айтып отқан біз үлкен қуанып, әрине өздеріңіздің ықыластарыңызбен өнерді дәріптеген кешегі келген көрермендердің сол кәдімгі лық толы, зал лық толы болғанына мен сондай қуаныштымын. Не жақсылық болса баршаңа халқыма тілеймін. Сол әніміз, жырымыз толастамасын, дендеріңізге саулық берсін. Тек қана еліміз, жұртымыз, халқымыз аман болып, сондай тамаша өмір, тамаша бейбітшілік заман болсын деп тілеймін. Сол заманда әнімізді, жырымызды шақата берейік. Баршаңызға амандық тілеймін. Рахмат. Ал Айшолпан, өзінен бір ауыз сөз болса, ата-анаңа мүмкін жолдайтын осындай бір кереметтей тілектерін, алғыстарын башар, үшінші камера саған. Барша көрермендерге жалынды сәлем дегім келеді. Осындай жарқын жүздесу үшін сізге көптен көп рахмет. Барша қазақ еліне амандық, саулық, бейбітшілік, тек сондай кең заман бола берсін. Сіздерге студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Ал атасы аман болыңыз. Осындай бір сіздің артыңыздан ерген талай ұрпақтар, осы бір орындаулар ешқашанда өшпесін дегіміз келеді. Сіздің артыңыздан әрқашанда үлгі қылатын жандар аман болсын. Ал құрметті көрермен, біз өзіміздің эфирімізді осымен тәмамдаймыз. Сіздермен бірге әрине міндетті түрде ертеңгі эфирде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алау телеарнасы әрқашанда қосулы болғай.